көздің ішін ыржаңдамай тыңдасаң нең кетеді. Шығарған сөз емес қой әңгіме үшін. Сенбе жұртқа тырсалаған шамақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегіңмен ақылы екі жақта. Адамзат бүгін адам, ертең топырақ. Бүгін көмір жарқылдап алдар бірақ, ертең өзің қайдасың білемісің? Өлмек үшін туғансың, ойлан шырақ. Бұл өмірдің қызығы махаббатпен, көрге көсең үлгілі жақсатақпен, арттағыға сөзіңмен ісің қалса, өлсең де өлмегенмен боласың тең. Өзің үшін еңбек қылсаң, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың. Адамдықтың қарызы үшін еңбек қылсаң, Алланың сүйген құлының бірі боласың. Күллі адамзат баласын қорғалатын үш нәрсе бар. Ең әуелен адамдық, екіншісі еріншектік, үшінші залымдық деп білесің. Сонан қашпақ керек. Осыны оқып ойлай бер болсаң зерек. Еңбекті сат, ар сатып неге керек? Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Күллі адамзат баласын қорғалатын үш-ақ нәрсе: Сократқа у ішкізген, янына дарыпты отқа өртеген, Ғайсаны дарға асқан, пайғамбарымызды түйенің жемтігіне көмген кім? Ол көп. Ендеше көпте ақыл жоқ. Ебін тап та жөнге сал. Мен егер қолымда закон қуаты бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін кесереді. Ей зинһар, сендерден бір сұрайын деп жүрген ісім бар. Осы біздің қазақтың өлген кісінің жаманы жоқ, тірі кісінің жамандаудан аманы жоқ болатұғыны қалай? Қазақтың бірінің біріне қаскүнем болмағының, бірінің тілеуін бірі тілеспейтұғынның, рас сөзі аз болмағының, қызметке таласқыш болатұғынның, өздерінің жалқау болатұғынның себебі не? Жаттың бір тәуір кісісін көрсе, жарықтық деп, жалғырай қалып, мақтай қалып, өз елінде сонан артық адам болса да, соны әбден естіп ұқпайтын байтұғыны қалай? Тамағы тоқты, жұмысы жоқты қаздыра.